Орталық Азияның ең ауқымды музыкалық шарасы Музон телеарнасының 5-ші Евразиялық марапатының басталуына аз ғана уақыт қалды. Жақындап қалған шоуға қызу дайындық жүргізілуде. Фанаттар кумирлерін қолдап түрлі шаралар өткізсе, продюсерлер қауымы өз шәкірттері үшін тақымдарын қысуда. Әртістердің өздері де жеңіске жетсек екен деп тілектілеуде, бірақ әзірге арманға айналған мүсіннің шоу-бизнестің қай жұлдызына бұйратыны белгісіз. Айтпақшы, жұлдыздарға келсек, сіздерді шараның номинанттарымен таныстыруымызды жалғастырамыз. Үздік орындаушы категориясынан бастасақ, Али Оқаповтың соңын ала Нұржан Керменбаев та өз бағын сынап көрмек. Бұл әншіде әзірге EMA марапатының бірде-бір сыйлығы жоқ. Я не скрою. Жасырмаймын. Түнде жатып алып жылаған кездерінде болды. Кейде шығармашылықты тастап кетсем бе екен деген ойлар да келетін. Сондай да кездер болған. Келші бағыма, әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма, арман аппақ құстай, қоншы жаным, келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма. Алайда Нұржан 2016 жылы өзі армандаған мүсінге қол жеткізуге ниетті. Айтпақшы, биылғы үздік орындаушы атағынан үміткер әнші осы жылы өзінің сахнадағы 10 жылдық мерейтойын атап өтпек. Мерекелік концерт өткізу де жоспарда бар. Эти бурные 10 лет. Осы ыстығы мен суығы қатар келген 10 жыл тектен-тек өтті деп айта алмаймын. Өткені әр нәрсе жайдан жай болмайды ғой. Қиын сәттерде болды. Әртіс ретінде ғана емес, қарапайым адам ретінде де көп қиындықтарға кездестім. Бірақ мен өмір сүруді, шығармашылықпен тыныстауды жалғастыра бердім. Жеңіске деген құштарлыққа қарамастан Нұржан басқа да әріптестеріне сәттілік тілеуде. Ол аз десеңіз, үміткерлер арасында оның сүйікті әншілері де бар болып шықты. Вообще сам я. Бірінші кезекте Айқын. Мен оның шығармашылығын жақсы көрем. Екеуміз жақында ғана дуэт жаздық. Өте жақсы, талантты орындаушы, дос, әріптес. Мен осы жылы Айқынға қолдау білдірген болар едім. Ол шынымен номинацияға лайықты әнші. Музон телеарнасының сайтында интернет арқылы дауыс беру 10 шілдеге дейін жалғасатын болады. Нұржан әзірге соңғы орынға жайғасқан. Оның алдын әзірге Али Оқапов, Айқын, Қайрат Нұртас, Серік Ибрагимов, Ернар Айдар, Алишер Каримов және Максим Лесников сияқты әншілер орап тұр. Ең басты қарсыластарды анықтадық. Енді Нұржанның отандық шоу-бизнестегі қай сұлуға бүйрегі бұратынын анықтасақ. Зная на сегодняшний день. Осы жылы номинациядан үміткер әншілерді біле отырып, мен бәрін құрметтеймін. Бірақ менің өз ойым, пікірімен біреудің келіспеуі мүмкін. Бірақ мен үшін ол Жанар Дұғалова. Керменбаев Дұғалованың фан-клубын ерекше атап өтті. Ондай қолдаушылары бар әнші үшін жеңіске жету оңай дейтіндей. Өйткені биылғы EMA марапатынан сыйлықсыз қалғысы келетін ойы жоқ. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде, ғашығым асылым менің. Алыста жүрсең де, бар ойым бір сенде, ғашығым асылым менің. Дорогие Қымбатты қазақстандықтар, Музон телеарнасының көрермендері және менің жанкүйерлерім, тыңдармандарым, бәріңізден Музон арнасының EMA марапатындағы үздік орындаушы номинациясында мен үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде эфирді қадағалап отырыңыздар, өте қызық болмақ. Дауыс беру арқылы марапатқа лайықты әншіге қолдау көрсет. Және EMA марапатының келесі күнделігін жіберіп алма. Ең үздік музыкалық арна ұжымы салтанатты шараның қызықты жаңалықтарымен күн сайын таныстырып отырмақ. Ендеше бізбен бірге бол.